Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қуырылған тұшпара жасайтын боламын. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен ұнға тұзды және сары майды салып, ыстық қайнап тұрған суда қамыр илеп аламыз. Он 15 минутқа демалдырып қойған қамырды тым жұқа етіп емес, орташа етіп жаямыз. Жұқа етіп жаюға болмайды, себебі қамырмен жұмыс жасаған кезде жыртылып кетуі мүмкін. Ал енді салмасын дайындаймыз. Қайнатылған картопқа тұз және бұрышты салып араластырамыз. Бұрышты міндетті түрде салуға кеңес беремін, себебі ол параға ерекше әдемі дәм беретін болады. Сосын қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Пісіп тұрған майда қып-қызыл болып, әп-әдемі болып пісіп шықты. Өзіме өте қатты ұнайды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.
міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақытта көптеген рецепттер шығатын болады. Менімен болғандарыңызға рахмет.